Әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы өзен. Шығарманың авторы Ыбырай Алтынсарин. Оқу мақсаты: өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Суретке назар аударайық. Суретте не бейнеленген? Таза ауа, мөлдір судың адамға қандай пайдасы бар? Сурет саған қалай әсер етті? Өз ойыңды қорытып айтып көр. Шығарма мазмұнын тыңда. Өзен. Ыбырай Алтынсарин. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап таумен тасты арқыраған. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңнен бар дертіңді қашырады. Өксіген, оттай жанған жануарлар өзеннен рақат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайлары шуылдап желмен бірге бас ұрады. 10 мың мал айдап өтсең, лай қалмайды. Тасыса, су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен, көк шалғын шөп бітпеген жай қалмайды. Ел қыстап, күн көреді жанабында. Дәм болар алуан-алуан балығында. Тас-таста, алтын тастасын амаққа, сонда да аққан өзен қалыбында. Шығарманың мазмұнын өз бетіңше 2-3 рет оқып шық. Шығармадағы көркем сөздерді пайдалана отырып, семантикалық картаны толтыр. Сарқыраған не? Шығарма мазмұны бойынша шарқыраған өзен. Оттай жанған нелер? Шығарма мазмұны бойынша оттай жанған жануарлар. Тапсырма. Кестедегі көркем сөздерді пайдаланып, өлең мазмұнын қара сөзбен әңгімелеп айт. Өзеннің пайдасы туралы мәтін құрастырып жаз. 5-6 сөйлем жарайды. Біздің елді мекеніміз Бейбарыс ауылының жанында қандай өзен ағып жатыр? Өзен туралы білетін барлық мәліметіңді пайдалануға болады.